Құрметті көрермен, көп пәтерлі тұрғын үйде көршілеріңіз қоғамдық тәртіпті бұзса, қалалық телефоннан 102, ұялы телефоннан 112 нөмірі бойынша қоңырау шалып, полицияға жүгініп, учаскелік инспекторды шақыра аласыз. Егер сіз көп пәтерлі тұрғын үй тұрғыны болсаңыз, пәтерді жөндеу, көңілді отырыстар, даңғырлаған музыка, беймаза үй жануарлары сынды мазаны алатын жағдайлармен таныс боларсыз. Адамның құтын қашыратын осы факторлардың барлығы әкімшілік кодекс бабының бұзылуы болып есептеледі. Өткен жылдың шілде айынан бастап жұмыс күндері түнгі сағат 22:00-ден таңғы 9-ға дейін, ал мереке күндері 23:00-ден 10:00-ге дейін тыныштықты бұзуға тыйым салынды. Бұдан былай бейуақытта мазалаған көршіңізге алдымен ауызша ескерту жасайсыз. Мысалы, жөндеу жұмыстар жүріп жатса, жұмысты келесі жұмыс күніне дейін тоқтата тұруды сұрайсыз. Ал егер ауызша өтініштен кейін шу басылмаса, құқықтық тәртіп қызметінің көмегіне жүгінуге тура керек. Құрметті көрермен, осы тақырыпқа қатысты толық ақпарат алу үшін Нұр-Сұлтан қаласы Алматы аудандық полиция бөлімінің полиция басқармасының учаскелік полиция инспекторы Нұралы Тәңірбергенов мырзаны студиямызға шақырып отырмыз. Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум. Нұралы мырза, мен үнемі айтам, жұмыс уақытынан тыс арнайы студияға келгендеріңізге рахмет. Бірден сауалымды қойғым келеді, мынау баспалдақ алаңы ортақ меншік болып саналады, кіреберісте, яғни подъезде қоқыс қалдырып жатады, темекінің тұтылын қалдырып жатады, немесе өзге де ішімдіктердің сыраның, бөтелке, баклажкаларды қалдырып жатады. Бұндай жағдайда көршілерге қанша айыппұл салынады, немесе жай ғана ескерту беріле ме? Не істеу керек? Алдымен қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Содан кейін бұл жағдайда бізде әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 434 бабына сәйкес қоғамдық орынды ластау болып есептеледі. Яғни, жаңағы айтып отқан кіреберіс подъезіміз ол ортақ пайдалану ортасы болып есептеледі. Сол себепті соған сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 434 бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық жасаған азаматтарға 5 айлық есептік мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғылады. Ал болады ғой, ұнамайтын көршілерді, шулай беретін көршілерді мүлдем көшіріп жіберетін бір заң бар ма? Ондай заң тек қана айыппұл. Және де әрбір шақырған сайын айыппұл еселене береді, мен түсінгенім бойынша. Бір жылдың ішінде екінші рет қайталанып жасап жатқан жағдайда айыппұлдың есесі көбейе түседі. Ал сіз енді үлкен қалада жүрсіз, бас қалада жүрсіз, орта есеппен осындай сұрақтармен қанша шағым кеп түседі сіздерге? Сіз өзіңіз бір аптада шамамен қанша үйден жалып дейді ғой енді қарсы өтінімдер, шағымдар түседі? Қанша адамнан? Аптасына десем өтірік болады. Күніне бірден 3-ге дейін. 3-4 шағымға дейін түсіп жатады. Ал жаңағы демалыс күндері, жұма, сенбі, жексенбі күндері 3-4 хабарламалар кеп, арыз шағымдар кеп түседі. Елордалықтардың басты шағымы неде? Елордалықтардың қазіргі уақытта көп шағым түсіп жатқан ол мынау тыныштықты бұзу. Яғни түнгі уақытта тыныштықты бұзу. Тыныштықты бала бұза ма, әлде әйелі мен күйеуі ұрысып бұза ма, әлде басқа да төбелес бола ма, не болады? Вечеринка кеш деп жатырмыз. Мейрамдарға орай, жаңа айттым ғой, демалыс күндері мынау көбінесе бізде ересектер бұзады. Ал былай күндері көбінесе жаңағыдай арыз шағымдар түсіп жатады, бала жүгіріп жатыр деген. Енді бізде қазақта мынандай менің 2 балам бар, маған да полиция учаскесі келіп 2 баламмен сұхбат жүргізген, біреуі 4-те, біреуі 2-де көздері бақырайып отырды да, бірақ протоколға солай толтырады екенсіздер, иә? Бізде мынандай, мен әр барған арыз шағымға түсіндіруге әрекет жасаймын. Өйткені баланы бізде қазақта мынандай, сен мынандай бір жаман әдет бар. Бала ғой, ол не істейм дейді. Ол бала деген түнгі 10-нан 11-ден кейін ұйықтау керек. Дұрыс па? Онан кейін ол қазіргі балалар өте гиперактивны. Мен балаларым 1-де, кейде 2-де ұйықтайды. Жақсы. Мынау WhatsApp желісіне де сауал келіп түскен екен. Соңғы нөмері 95 дейді. Біздің үстімізде тұратын көршіміз су астында қалдырды дейді. Яғни төбемізде сары дақ пайда болды. Сылағымыз жарамсыз болып қалды. Түс қағаздарымыз ашылып кетті дейді. Бұндай жағдайда не істеуге болады дейді? Сотқа бере ме, әлде айыппұл салына ма? Жоқ, бұндай кезде бұл жаңағы жоғарыдағы көрші астына су кетіріп деп отыр ғой. Бұл біздің құзыретімізге кірмейтін дүние. Біз арыз шағым жазса, Бұл яғни азаматтық кодекс шеңберінде шешімін табатын мәселе. Азаматтық сот арқылы өзі шағым түсіруге болады.
біз арыз шағымын қабылдаймыз, бірақ ол жерде ол арыз шағымда әкімшілік құқық бұзушылық пен қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамы болмағандықтан біз оны қараусыз қалдырамыз да арыз түсірген азаматқа өзіміздің жауабымызды береміз. Сол жауапты ала отырып, ол кісі азаматтық сотқа жүгіне алады. Нұралы мырза, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге рахмет. Құрметті көрермендер, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Әдеттегідей үйлі болайық, күйлі болайық, баспанаға бағыт беру бізден, әрекет ету сіздерден.